Баршаңызға сәлем достар. Бүгін тәбетті ашатын жеңіл майонез қосылмайтын қызылшадан салат дайындаймын. Егер ұнап жатса, менімен бірге жасап көріңіздер. Мен қызылшаны ешқашан суға салып қайнатпаймын. Оны жуып тазалап аламын да фольгаға орап 200 градуста духовкаға пісіріп аламын. Пісу уақыты қызылшаның көлеміне байланысты. Менде осындай ұсақтау көлемді қызылшалар мен 30 минуттай духовкада пісіріп алдым. Піскен қызылшаны қабығынан тазартып, осылай теркадан өткізіп аламыз. Одан бөлек сарымсақ және пияз керек болады. Пиязды өздеріңізге ұнайтын көлемде турап аласыздар. Мен қатты үлкен емес, қатты ұсақ емес, орташа көлемде турап алдым. Және оны қызып тұрған 2-3 ас қасық майда қуырып аламыз. Қуырғанда қатты қызармайсыздар. Пиязымыз кішкене жұмсарса болды. Сарымсақты осылай езіп аламыз. Теркадан өткізілген қызылшаға қуырылған пиязымызды саламыз. Үстінен сарымсақты саламыз. Тұз, қара бұрыш қосып араластырамыз. Осы мезгілде петрушка немесе укропты турап қосып жерсеңіздер болады. Маған олай ұнамайды, мен осылай бетінен себемін. Міне осындай дәмді салатымыз дайын болды.